Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тіл сабағы 5-ші сынып. 2-ші бөлім киім, сән, талғам бөлімі. Экранға шыққан суретке назар аударыңыздар. Бірінші суретпен танысайық және ой түрткі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: ұлттық киімдерді ұнатасың ба? Яғни бізде ұлттық киімдер беріліп тұр, экранда. Оны барлығымыз білеміз. Екінші: отбасында кімдер ұлттық киім киіп жүреді? Осы екі сұраққа жауап берсеңіздер, балалар. Балалар, дұрыс ойладыңыздар, дұрыс жаздыңыздар деп ойлаймын. Бұл біздің қазақ ұлттық киімдері өте көркем, ою-өрнекпен әшекейленген, ер адам киетін шапан. Біз қазіргі таңда біздің аталарымыз, үлкен қарияларымыз осы киімді киеді. Мына жерде міне қыз келіншектер киетін камзол, көйлек және бас киім бейнеленген. Бұның барлығы бізде ұлттық киімдерді көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі балалар сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыздар? Әрине, бүгін біз ұлттық киім асыл мұра деген тақырыпты өтеміз. Яғни бұл қазына, балалар. Ұлттық киім біздің асыл мұрамыз. Енді осы сабақты өту барысында, тақырыпты өту барысында сабаққа мақсаттар қоя кетсек, сіз білесіз. Нені білеміз біз? Ұлттық киім туралы біз білеміз, балалар. Ұлттық киімнің түрлерін білеміз, жаңағы атап өттік бірнешеуін. Ал бүгінгі сабақта сіз не үйренесіз? Сіз ұлттық киім ерекшеліктерін, әр киімнің өзіндік ерекшелігі бар, Ұлттық киім тарихи құндылықтарын, сюжеттік суреттер, иллюстрациямен жұмыс. Сіздердің бүгінгі білетін жасайтындарыңыз. Қазір сіздерге осыған байланысты тақырыпқа қатысты тірек сөздер беріледі. Оқып танысайық. Бірінші киім, екінші киім кешек, ұлттық киім, зерлі шапан дейді, шапанның түрі, мауыт, мұрақ, жарғақ шалбар, шекпен, күләпәра, қаттама, әшекей, сал сері. Бұл сіздерге жұмыс жасау барысында керек болатын тірек сөздер, балалар. Жаңа сөздермен танысу. Келесі сіздерге мәтінмен жұмыс беріледі. 27-ші бетте бірінші тапсырма, яғни мәтінмен танысасыздар. Ол үшін сілтемеде, экранда көрсетілген сілтемені басып, жаңағы аудио жазбаны тыңдайтын боламыз. Содан кейін сіздерге тапсырма беретін боламын. Қазақ халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше, өзіндік қасиетке толы. Мұның себебі қазақ халқының табиғат құшағында өсіп, еркін ғұмыр кешумен байланысты. Әлеуметтік дәрежесіне, сондай-ақ қандай кәсіби салаға қатыстылығына қарай қазақ халқы арасында хан, би, сұлтан, мұрақ, зерлі шапан, бақсы, сал сері, жарғақ шалбар, мауыт, жібек, жейде, малшы, аңшы, шекпен, кебенек, сыртық, күләпәра, балуан батыр, қаптама киімдері деп бөлінген. Жас ерекшеліктеріне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі, келіншек киімі, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері болады. Олардың үлгілерінің әшекейі, тігілуі, кестеленуі әртүрлі болып келеді. Жасылған адамның киімі денеге қонымды, кең, мол, пішілген. Әшекейі жалтырауы аз, қарапайым болады. Күйеу киімі ұзын төбе тымақ, қызыл манат шапан. Жақсы, балалар. Аудио жазбамен таныстыңыздар деп ойлаймын. Енді осыған байланысты тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырма: тірек сөздерді табасыздар. Яғни мәтінде кездескен тірек сөздерді тауып тізбектеп жазасыздар. Екінші: 2-3 сұрақ құрастырасыз. Яғни мәтін бойынша сұрақ құрастырасыздар. Осы тапсырмаға берілген дескриптор мағынасын түсінеді, яғни мағынасын түсінесіздер. Тірек сөздерді таба алады, сұрақтар құрастыра алады. Бұл біздің бірінші тапсырмамыз.
Келесі жазылым тапсырмасы 28-ші бетте кітаптарыңыздың 3-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазасыздар. Яғни сіздерге кітапта осындай мәтін берілген, соған тиісті керекті сөздерді қойып жазасыздар. Дескрипторы мағынаны түсінеді, киім туралы ажыратады, қажетті сөздерді орнына қояды. Бұл біздің 2-ші тапсырмамыз. Келесі тапсырма бізде бейне жазба түрінде беріледі. Ол үшін экранда берілген сілтемені басып, бейне жазбаны көріп танысамыз. Қазақ халқының қолөнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс халқының қолөнерімен де ұштасып жатыр. Қолөнерінің басты бір саласы киім тігу. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір қасиетін жоймай, қолөнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. Айыр қалпақ, ерлердің киізден тігілген жеңіл бас киімі. Айыр қалпақ жұқа етіп, басылған ақ киізден тігіледі. Ол негізгі 2 бөліктен құралады. Олар қалпақтың төбесі және етегі, кейде қайырмалы деп те атайды. Жарғақ шалбар, еленіп әбден өңделген жұқа теріні қазақтар жарғақ дейді. Қызыл түске боялып, түрлі түсте өрнек салынған жарғақ теріден тігілген шалбарды жарғақ шалбар деп атаған. Бұл сәнді киімді кезінде батырлар, бектер мен билер, сал серілер салтанатқа киген. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Соның ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкі терісі тігіледі де, сырты мақпалмен, пүлішпен немесе басқа асыл мақталармен сырласып тасталады. Тымақтың төбесі 4 немесе 6 сай, үшкіл киізден құралып шошақ болып келеді. Саптама етік. Қонышы тізені жауып тұратындай ұзын, табаны қалың, сіреден оң солы жоқ, түзу болып тігілетін аяқ киім. Оны киіз байпақпен киеді. Қысқы күнгі аязда ат үстінде жүргенге жылы әрі қолайлы етік. Байпаққа келетін болсақ, жылылық үшін етіктің мәсінің ішінен киетін киізден тігетін аяқ киім. Қыста киетін байпақтың киізі қалың, ал жазда киетін байпақтың киізі жұқа болады. Кимешек. Кимешек ол жасамыс әйелдер киетін бас киім. Ол өн бойы көкіректі жауып тұратын тұтас матадан тігіледі. Ақ матадан бет жағы ойылады. Өңірі оқаланып кестеленеді. Төбесіне сәндік үшін шылауыш немесе күндік сияқты ақ мақта оралады. Бөрік. Қазақтың ертеден қалыптасқан ұлттық бас киімі. Оны бағалы аң терісінен және жас төлдің терісінен тігеді. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Терінің түріне қарай бөрік әр алуан аталады. Мысалы, құндыз бөрік, сусар бөрік, кәмшат бөрік, жаннат бөрік, түлкі бөрік, елтірі бөрік, тағы басқа атаулары бар. Қазақ ұлттық аяқ киімдерінің бір түрі мәсі. Оны былғарыдан, шегіреннен, құрамнан тігеді. Мәсінің сыртынан кепсіне ластық, яғни галош киеді. Көбінесе мәсінің қойыпты астарланып, көмкеріледі. Ерлердің жеңіл бас киімі. Тақияның түрлері көп. Биік төбелі, тегіс төбелі және үшкір төбелі тақия. Ерлердің киетін тақияда теңге, моншақ деген оюлар болмайды. Оның есесіне олар мүйіз, ат ерін, шырмауық сияқты өрнектермен кестеленеді. Шапан. Қазақстан мен Орта Азия халықтарының ұлттық киімі. Оны қалың адам арасына жүн,
мақта салып астарлан немесе қос астарлан сырып тігеді. 18-19 ғасырларда қазақ халқы арасында кең тараған ұлттық киім камзол туралы мәліметтер 19 ғасырдың ортасынан бастап кездеседі. Камзол тек қана қазақта ғана емес, басқа да түркі елдерінің киім үлгілерінде кездеседі. Құлақшын ерлердің бас киімі. Аң терілері мен бұзау, қозлақтың бұйра терісі сияқты үй жануарлардың терілерінен тігіледі. Төбе жағы екі түрлі тәсілмен пішіледі. Киіз етік. Қыстыгүні киетін қысқы аяқ киім. Оны киізді қалыпқа салып басып шығару әдісімен жасалады. Етіктің басы мен қонышын бөлек екі бет алып пішіп алады. Тігістеріне былғарыдан немесе жақсы иленген қайыстан сыздық салып отырып, қайып, қусырып тігеді. Сыртқы матамен тысталып, түрлі аңның терісінен жүнін ішіне қаратып тігілген қысқы сырт киім. Қолданылатын терісіне қарай олар түлкі ішік, қасқыр ішік, сеңсең ішік, нышақ ішік деп әртүрлі аталады. Жақсы балалар, сіздер бейне жазбамен таныстыңыздар деп ойлаймын. Ендеше мынандай тапсырма: бейне жазбаны көріп, мәтін құрастыру. Көрген бейне жазба бойынша мәтін құрастыру керек. Бұған дескриптор: бейне жазбаны көресіздер, киімнің түрлерін ажыратасыздар, киімнің бір түріне мәтін құрастырасыздар. Яғни, осында көрсетілген бейне жазбадағы өздеріңізге ұнаған бір киім түрін таңдап, соған шағын мәтін құрастырасыздар. Жақсы балалар, сонымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге үй тапсырмасын берсем, осы берілген суретке қарап, сал серілердің киімдерінің ерекшеліктерін сипаттап жазыңыздар. Яғни, мына жерде берілген бізде міне Біржан Салия бабамыз осы кісілердің киген киімдеріне тоқталып, осы киімдерді сипаттап жазу керек болады. Енді дескрипторын айта кететін болсам, сал серілердің киімі екенін біледі, суретке қарайды, киім ерекшеліктерін сипаттайды. Осыған сүйене отырып, үй тапсырмасын орындайсыздар. Бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.